дүние жүзінде бірнеше санаулы елдер ғана өздерінің азаматтарын, оның ішінде енді балаларды өз еліне қайтарған. Азаматтарды әкеп жеткізу, мысалға бір құзырлы органдар жауапкершілігі болса, әрі қарай одан кейін біз Қазақстанға келгеннен кейін әрбір өңірлердегі жұмыс бойынша мысалға біздің және білім және ғылым министрлігі үйлестіруші орган болды. Келген азаматтар, оның ішінде балалар әртүрлі жағдай, яғни біз оларды осы өмірге бейімдеуде жұмыс жасау керек. Балалар ешқашан мысалға соғыстан басқа ештеңе көрмеген. Мысалға алдыңғы жыл келген балаларды көрсеңіз, олар төсектің астында ұйықтайды қорқып. Балалармен психологтар жұмыс жасаған кезде балалардың салған суреттерінің бәрі тек қана соғыс, қару-жарақ, қап-қара бояу түстер, ылғи сондай. Сабақ оқымаған балалар бар, әріп танымайтын. Оларды қосымша оларға мұғалімдер жұмыс жасады, әртүрлі пәндерден. Қосымша сабақтармен қатар қосымша білім, яғни үйірмелер әртүрлі. Енді баланың ынтасына байланысты. Мәдениет және спорт министрлігіне бағынатын әртүрлі спорт мектептер бар. Яғни сондай спорт мектептеріне беру. Тағысын тағылар, сондай балаларға барлығымыз солай жан-жақтан жұмылып көмек жасадық. Балалардың ешқандай кінәсі жоқ. Баланың аты бала. Балалар келді, бітті ойыншықтарды алды да, мәзі ойыншықтарды жаңағы әдемі киімді киіп, жуынып, шайынып, шашын тарағаннан кейін уже түрі де өзгерді, ойы да өзгерді, күле бастады, ойыншықпен алданып ойнап кетті. 227 оқушы бала бар, енді жалпы бұның 80-нен астам пайыз төменгі сыныптарда оқитын балалар. Сабаққа деген ынталары өте жоғары. Қазақстан Республикасындағы туып, Қазақстан Республикасындағы мектепте оқыған балалар сияқты, мысалға, қиын жағдайда өскенмен де, дегенмен де тура кәдімгі баланың аты бала тез бейімделіп кетті, жан-жақты. Мысалға, қосымша математика, тіл, ағылшын тілін оқитын болса, бір жақта бейім, мысалға, мына бағытқа бейім деп, бұл балаларды бөліктеуге болмайды. Европаның көптеген, мысалға, экономикалық жағдайы бірнеше есе мысалға артық болса да, олар осындай батыл қадамға әлі де болса ойланып толғанып әлі баруға ойланып отыр. Соған қарағанда, мысалға, Қазақстан Республикасы үкіметінің осындай қадамға баруын үлкен батыл қадам деп айтуға болады.